ешқандай өзірсіз деп тамақты қыру намазды бұзады екен. Ешқандай тамағыңыз қаралып тұрған жоқ, қышып тұрған жоқ, мысалы. Жайдан жай десеңіз намаз бұзылады екен. Себебі деген әріп қой ол. Әріптер шығып жатыр да сіздің аузыңыздан. Екі әріп шықса болды, намаз бұзылады. Екі әріп. Уат-таъфиф, сондықтан айтып жатыр, уф деген кезде қанша әріп шығып кетті да? Ден қанша шығып кетті да? Уаланин немесе деп айту. Деп айтса болды. Екі әріп. Әмин намаз бұзылды. Немесе тау немесе десеңіз намаз бұзылады. Әл-кәлимату сөз сөйлеп қойсаңыз. Уалау сахуан тіпті намазда екеніңізді ұмытып сөйлеп қойсаңыз да. Басқа сөз айтып жібердіңіз да намазда тұрып. Ұмытып кеттіңіз намазда екеніңізді. Намаз бұзылады. Ау хатаан немесе қателесіп айтып қойсаңыз да. Ұмытып деген, яғни сіз намазда екеніңізді ұмытып кеттіңіз да сөйлеп қойдыңыз. Намаз бұзылды. Қателесіп деген мағынасы, ей адамдар деген аят бар ғой мысалға. Я юханнас деген. Сол аятты ей Зайд немесе ей Серік, ей Берік деп айтып жібердіңіз да. Мысалға намаз бұзылады екен. Намазда тұрған уақытта көп қозғалу не істейді? Намазды бұзады деп жатыр да. Ол қатарынан 3 қимыл жасау. Бізде Ханафи мазхабында. Қатарынан 3 рет қимылдасаңыз болды. Намазыңыз бұзылады. Мысалға 1 рет, 2 рет, 3 рет қасыдыңыз да міне. Намаз бұзылды. Қатарынан істейтін болсаңыз. Кеудеңіз қыбладан шығып кетсе болды. Намаз бұзылады екен. Ва аклу шей мин харижи фамихи. Сырттан қандай да бір нәрсе жеп қойсаңыз намазды бұзады екен. Кез келген нәрсе болсын. Кез келген нәрсені жұтып қойсаңыз, сырттан, ауыздың сырттан, ол үлкен болсын, кішкентай болсын, айырмашылық жоқ. Жұтып қойсаңыз болды, жеп қойсаңыз болды, намаз бұзылады деп жатыр. Сондықтан бауырлар дәрет алған уақытта сақ болыңыздар. Кейде мысалы дәрет алып келесіз ғой, тез намазға асығып. Сіз сүрдінбейсіз да. Келесіз Аллаху акбар деп намаз тұрып қаласыз. Сол кезде мына елдің барлығы су болып тұрады. Міне осы суды жұтуға болмайды. Намаздың ішіне тұрған. Жұтып қойсаңыз намаз бұзылады. Содан абай болыңыздар, Сондықтан ең болмағанда бүйтіп неңізді аузы жақтарды бүйтіп сүртіп қоясыз да сақтық ретінде. Одан кейін енді сырттан кіретін нәрсе размеріне қарамаймыз, көлеміне. Кез келген нәрсе үлкен болсын, кішкентай болсын, сұйық болсын, қою болсын, кез келген нәрсе бұзады екен. Ал енді сіз намазға тұрмай тұрып тісіңіздің арасында бір нәрсе тұрып қалсашы, соны намаздың ішінде жұтып қойсаңызшы. Онда біз қараймыз. Ноқаттың көлеміндей болса намаз бұзылады екен. Ноқат деген палау пісірген уақытта сол палауға салатын бұршақ тектес дәнек қой. Дәнді дақыл деп айта ма, не деп айтады? Білесіздер ғой? Соның көлемі ноқат. Сондай болса намаз бұзылады. Сіздің арасында тұрып қалса, тамақ тұрып қалса, бірдеңелер тұрып қалса, ит тұрып қалса, соны жұтып жүрсеңіз намаз бұзылады екен. Одан кішірек болса намаз бұзылмайды. Не үшін? Себебі кішкентай нәрседен сақтану қиын да, ол сілекейдің үкімінде болады. Сілекей жұтқанмен тең де ол. Түсіндіңіздер ме? Ал одан үлкен болса, одан сақтануыңыз мүмкін де. Ол қандай үлкен? Ноқаттың көлемі. Таяммум соқтыңыз, су жоқ болды. Намаз оқытырған уақытта су келсе, намаз бұзылады. Ва тамаму муддати масихил хуф. Мәсіге мәсих тартып жүрдіңіз. Міне сағат 12-де намазды тұрған уақытта сіз мәсін мерзімі аяқталды, намаз бұзылады екен. Ва назаху, намаздың ішінде тұрып, ақырын ғана бүйтіп, бір амалмен ғана мәсін шешіп жіберсеңіз, намаз бұзылады деп жатыр. Әйел адам қасыңызға бір намазда тұрып қалса, екеуіңіз оқып тұрған намаз бір. Не имамның артында тұрса екеуіңіз бірге, немесе сіз имам болып тұрсыз, бірақ қасыңызда тұрды, екеуіңіз бірге оқып тұрсыз. Рүку сәждесі бар намаз. 5 уақыт намазда. Жаназада тұрып қалсаңыз, намаз бұзылмайды. Енді қараңыз мынандай мәселе. Әйеліңіз екеуіңіз бір намазда тұрып қалдыңыз да, имамның артында тұрсыз. Немесе екеуіңіз біреуіңіз имам болып тұр, үйіп тұрды, сіз екеуіңіз бүйтіп тұрып қалсаңыздар қатар, әр осы қатар тұруыңыз бір рүкін мөлшеріне жалғасса, субханалла, субханалла, субханалла деп айтатындай мөлшерде жалғасып қалса, болды не? Намаз бұзылады деп жатыр. Қарасаңыз, бұл жерде біз рүку сәждесі бар намаз деп айтып жатырмыз. Жаназада бүйтіп тұрып қалсаңыз, қатарынан бір әйелмен бірге, одан намаз бұзылмайды. Сол секілді бір намаз деп айтып жатырмыз. Себебі оқып тұрған намаздарыңыз екі түрлі болса, одан намаз бұзылмайды. Екі түрлі намаз болса. Әрі бір мекенде оқып тұрсаңыз. Сондай-ақ қараңыз, сіз намаз бастаған уақытта сіз ол кісіні ниет еттіңіз да, әрі намазға тұрған кезде сіз оған артқа тұр деп айтқан жоқсыз да. Ишарат еткен жоқсыз намаз бастырған кезде. Ниет еттіңіз, Аллаху акбар десеңіз болды. Қасыңызға тұрып қалса, бір рүкү намаз бұзылады. Ал бірақ сіз ниет еттіңіз, бірақ оған ишарат бердіңіз, артқа тұрды. Бірақ ол тұрмаса, оның намазы бұзылады. Сіздің намазыңыз дұрыс. Жақсы ма? Немесе ниет етпесеңіз, сіздің намазыңыз дұрыс.
ниет еткен жоқ, соған имам болады. Себебі біз айтқанбыз алдыңғы дәрісте. Әйел адамның сізге юу қашан дұрыс болады, егер сіз оны ниет етсеңіз ғана имамдығын. Сондықтан ғалымдарымыз не деп айтқан? Әйел адамға имамдық қылу ниеті, оларға бағана, ол осы шарт болып есептеледі деген да. Яғни сіз әйел адамға имамдықты ниет етпесеңіз, әйел адамның сізге юу дұрыс емес та. Ер адамдар ол шарт емес. Сіз жалғыз өзіңіз мешітке келдіңіз, ешкім жоқ та. Бәрі намаз оқып кеткен. Келдіңіз де өзіңіз ешкімді ойлаған жоқ сізге біреуге үйді деп. Аллаху акбар десең деп айттыңыз да намазға кіріп кеттіңіз. Ешкім ниет етпейді. Біреуге бардыңыз да үйісі, оны үйі дұрыс. Себебі шарт емес ер адамдарға сіздің имамдық етуіңіз, ниет етуіңіз сол нәрсені. Әйел адамдар болса не істеу керексіз, ниет ету керексіз. Кімнің дәреті намаздың ішіне еркінен тыс бұзылса, еркінен тыс, әдейі емес те, еркінен тыс бұзылып кетті, кейін барып дәрет алуға барды, дәрет алуға барған уақытта әурет жерін ашып қойса, намазы бұзылады. Намазын жалғастыра алмайды, не істейді? Дәрет алады, бастан бастап келіп оқиды. Қараңыз, мысалға, біреудің еркінен тыс дәреті бұзылса, мен мысалға қазір келдімді, шам намазды үйіп тұрдым, имамның артына сөйтіп еркімнен тыс мұрным қанып кетті. Жай тұрған уақытта мұрнымнан қаны кетті. Мұрным ұстайымды, тез-тез не істеймін, кідірместен, яқты егер ешқандай кептеліс болмаса, тез-тез шығып кетемін де, барып дәрет аламын да, кеп сол жерлерін жалғастыра берсем болады. Сол сауапқа ие болуым үшін, жамағаттың сауабына. Енді қараңыздар, дәл осы жағдайда мен дәретханаға барып әурет жерімді ашып қойсам, намаз бұзылады деп жатыр. Немесе тіпті мәжбүр болсам да әурет жерді ашуға, намаз бұзылады. Сондықтан мына жақта келтірген, мысалға әйел адам дейді, білегін ашқаны секілді дейді. Әйел адам білегі не ол? Әурет қой. Уақиратуху, сол секілді осы мына еркінен тыс дәреті бұзылған адам дәретке барған уақытта немесе қайтып келе жатқан уақытта қырағат оқып қоятын болса, намаз бұзылады екен. Қырағат оқып осы жерге келеді, сол кезден бастап қырағат оқиды. Уамуксуху қадра адаи рукнин ба'да сабқил хадас мустайқидан. Кейін біз айттық, кідірместен кетіп қалу керек деп айттық. Деу үшін себебі дәреті бұзылғаннан кейін ешқандай өзірсіз бір орында тұрып қалса, бір рукн мөлшерінде ол намаз бұзылады, жалғастыра алмайды, не істейді? Дәрет алып келіп бастан бастап оқиды. Вартифау букаихи мин важа, немесе қандай да бір денеңіздің бір жері ауырып, не істесеңіз, жыласаңыз, содан даусыңызды көтеріп, намаз бұзылады деп жатыр. Даусын көтеріп жылайды ғой енді адам. Немесе қандай да бір қасірет, басына бір сынақ келген себепті жыласа, даусын көтеріп, намаз бұзылады екен. Бірақ қараңыздар, жәннат тозақты еске алғаннан жыласа, намаз бұзылмайды деп жатыр. Не үшін? Себебі қараңыз, жәннатты еске алған уақытта, тозақты еске алған уақытта ол неде білдіреді? Сіздің хушуыңыз, сіздің ықыласыңыз, сіздің Құдайдан қорқу деген нәрсеңіз көтерілді деген сөз да, деңгей. Ол соны білдіреді. Сондықтан бұның барлығы неден болып тұр? Сіздің ықыласыңыздан, сіздің намазда деген бағана Құдайдың алдында деген бой ұсынуыңыздан болып тұр да. Сол себепті одан жылайтын болсаңыз, дауыс көтеріп жыласаңыз да, одан намаз бұзылмайды.